Саламатсыздар ма достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгінгі видеомды мен айран пісетін көбіге арнағым келіп отыр. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұранамын. Және де келесі видеомды осы көбімен айран пісіп көрсететін боламын. Каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Видеоны бастайтын болсақ, бізге айран пісу дегенде бізге бұрынғы қолмен пісетін айран күбі есімізге түседі. Ал қазір менде ондай күбі емес. Мендегі бұл электрический күбі. Бұның артықшылығы қолмен пісіп тұрмаймыз, уақытымызды еш жоғалтпаймыз. Айранымызды құйып қойып, тоққа қосып қойып қоямыз, болды. Барлық шаруаны осы күбі өзі атқарады. Енді бұл күбіге разбор жасайтын болса, бұл күбінің өзінің моторы бар. Одан кейін қосатын өшіретін тетігі бар. Және де тоққа қосатын шнуры бар. Одан кейін бұл күбіде 20 литрлі күбі. Бұл жерге 20 литрге дейін айран сияды. Одан кейін бұл күбінің ішінде мынандай айналдыратын миксері бар. Бұл тоққа қосылған кезде өзі айналады. Одан кейін мен бұл күбіге мынандай дастарханнан не жасап қойдым, бетіне жапқыш жасап қойдым. Бұл жапқыш күбіге май айран нажаға жұғып қалмас үшін осы жапқышты қоямын. Айраны бар, майы бар, осы жапқышқа келіп жұғады. Тазалап алуды өте оңай бұда. Егер видеом сіздерге ұнап жатса, келесіде бұдан да жақсы видеоларды салу үшін әрине сіздердің қолдауларыңыз қажет. Және де мен осы айда монетизацияға шығамын деп үміт етіп отырмын. Ол үмітіме, ниетіме жету үшін әрине сіздердің қолдауларыңыз, көмектеріңіз қажет. Ол үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, лайк, комментарий қалдырып отырсаңыздар, маған өте үлкен көмектеріңіз болар еді. Сіздермен болған мен Гаухар. Келесіде кездескенше сау болыңыздар, достар.